Ер қанаты ат деген дана халқымыз, жылқыны о баста мініске үйреткен көшпенділер бірте-бірте жайлы болу үшін ер тоқымды да ойлап тапқан. Қазір сіздерге ер тоқым жасалуын тәсілін көрсетемін. Жасамас бұрын томар ағаштан аламыз да, суретін салып, соң осы қашау арқылы ойып жасаймыз. Көне қазақ ері, жаңа қазақ ері, қоқан ері, құрандер, бұқар ері, қазақтар пайдаланатын ерлер осындай бірнеше түрге бөлінеді. Негізінде ерлер бір-бірінен алдыңғы қастарының әртүрлілігімен ерекшеленеді. Сүргілеп тазалаймыз. Ер тұрман жасау екінің бірінің қолынан келе бермейтін күрделі өнер. Себебі жұмыс көп сатылы. Сондықтан мұнда ерен еңбекпен төзімділік керек. Мынау атқа тимеу үшін өзінің өлшемі болады. Екі араға шықтығы болады. Биіктігін сақтау керек, аттың шоқтығына тимеу керек. Сондықтан мына жері отырғанда ыңғайлы болу керек. Аяқталған ер тоқымды терімен қаптаймыз. Терімен қапталғаннан кейін желдігі салынады, содан соң үзеңгісі тағылады. Жаңа сіздер ер тоқым жасау технологиясын көрдіңіздер, кішкентай сувенир негізінде. Сол сияқты үлкен атқа да кәдімгі нақтылы шешіммен ат әбзелдер тоғыз жасалады. Жүгенде әдетте ата-бабамыз қайыстан өздері арнайы илеп жасаған. Жеке бөлшектеріне тоқтайтын болсақ, шекерлік, сақалдырығы деген мүшелері болады. Соның бәрі аттың басына ыңғайланып өз мөлшерлерінде жасалады. Ат әбзел түрлерінің саналуандығы ертедегі қазақтардың әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық жағдайымен тікелей байланысты болды. Сондықтан ауқатты байлар мен ел басқарған хандар түрлі асыл тастар мен әшекейлеп жасаған ер тоқым түрлерін қолданатын болған.